Бұл біздің бақытты отбасымыз. Шаңырағымызда 2 ұл және 1 кішкентай ханшайым өсіп келеді. Үлкен ұлымыз Нұрасыл қалалық номер 28-ші IT мектеп лицейінің 2-ші сыныбында оқиды. Ал 2-ші ұлымыз бен кішкентай ханшайымымыз қалалық номер 1-ші ясли балабақшасына барып жүр. Біздің әр күніміз таңғы жылы сөздер, бақытты күлкілер, бір-бірімізге деген қамқорлықтан басталады. Біз үшін отбасы бұл тек бір шаңырақ астында тұру емес, бір-бірімізге деген сүйіспеншілік, қолдау және шынайы бақыт. Біз әрқашан бір-бірімізге тірек боламыз. Ауырып қалған кездерімізде бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Қуанышты сәттерімізде бірге күлеміз, әр сәтті ерекше етуге тырысамыз. Өйткені отбасы ең басты құндылық. Біз бос уақытымызды бірге өткізгенді жақсы көреміз. Үйде ойындар ойнаймыз, таза ауада серуендейміз, ойын-сауық орталықтарына барып бірге ойнаймыз, тауға шығамыз, табиғаттың әдемі көріністерінен ләззат аламыз. Жазда бассейндерге, көлдерге барып демаламыз, ал қыста сырғанаққа барамыз, шаңғыға барып, өте көңілді уақыт өткіземіз. Балаларымыздың кішкентай болса да жетістіктері бізге өте үлкен қуаныш әкеледі. Біз балаларымыздың бақытты болашағы үшін бәрін жасауға дайынбыз. Олардың армандары орындалса дейміз. Ал ең бастысы, олар мейірімді, иман жүзді, қамқор, бақытты болып өссе, біз үшін одан асқан бақыт жоқ. Біздің отбасымыз бұл махаббат пен мейірімділіктің мекені. Бірге өткізген уақыттарымыз нағыз бақыт. Біз бірге ойнаймыз, күлеміз, жаңа нәрселерді үйренеміз. Отбасы бұл тек бір шаңырақ астында тұратын адамдар емес, жүрегі бір жерде соғатын жандар. Біз өркениетті елдің бақытты ұрпақтарымыз. Біз бірге бақыттымыз.